The verb to have. To have етістігі. To have етістігі ағылшын тілінде бар, ие болу деген мағына береді. To have етістіктің басты формасы, инфинитив. Сөйлемде to демеулігі қолданбайды. My friend has a notebook. I have many pencils. Менің досымда ноутбук бар, менде көп қарындаш бар. Бар деген мағына has және have. To have етістігінің формалары. Бірінші форма инфинитив, басты формасы have. Мысалы, we have a nice house. Бізде жақсы үй бар. Екінші формасы өткен шақта had. Мысалы, we had a nice house 2 years ago. 2 жыл бұрын бізде жақсы үй болды. Үшінші формасы past participle had. We have had a nice house for 2 years. 2 жыл бойы бізде жақсы үй болды. Төртінші формасы present participle having. Having a nice house, we were very happy in it. Жақсы үйіміз болған кезде біз онда бақытты болғанбыз. To have етістігінің функциялары. Бірінші, бар, ие болу мағынасымен маңызды етістік ретінде қолданылады. Екінші, perfect шағында көмекші етістік ретінде қолданылады. Үшінші, have to, has to, мәжбүр, амалсыздан, тиіс мағынасымен модальды етістік ретінде қолданылады. To have етістігі осы өткен және келер шақтарда әртүрлі қолданады. To have етістігі осы шақта present simple. To have in present simple осы шақта to have және has болып бөлінеді. Have қолданады I, you, we, they. I have менде бар, you have сенде бар, we have бізде бар, they have оларда бар. Has қолданады жекеше түрде үшінші жақта she has, he has, it has. Ода бар. She қыз бала, he ер бала. It жануарлар мен жансыздарға қолданылады. To have етістігінің осы шақта болымды түрі. My elder sisters have nice dresses. Менің әпкелерімде әдемі көйлектер бар. Мұнда my elder sisters менің әпкелерімде they көпше түрде қолданылып тұр. Сондықтан have етістігі бастауыштан соң қолданылады және have формасы қолданады көпше түрде. My elder sister has a nice dress. Менің әпкемде әдемі көйлек бар. Мұнда has етістігі қолданады. My elder sister жекеше түрде she орнында my elder sister қолданылып тұр. Сондықтан has қолданады жекеше түрде. Have және has етістіктері апостроф арқылы, дәйекше арқылы қысқартылған түрде де қолдана береді. I have, I've, she has, she's. We have 3 rooms flat in the center of the city. Mrs. Smith has an umbrella. This table has an oval shape. Our teacher has her own classroom. It has a good condition. My father has a car. My mother has brown eyes. Tom and Ben have skateboards. To have етістігінің болымсыз түрі 2 жолмен жасалады. No арқылы, not any арқылы. I have no ideas. I have not any ideas. No қолданған жағдайда да, not any қолданған жағдайда сөйлемнің мағынасы өзгермейді. I have no ideas. Ойыма ештеме келмей тұр. I have not any ideas. Ойыма ештеңе келмей тұр. Мағынасы өзгермейді. Mary has no time. Mary hasn't any time. You have no pen. You haven't any pen. To have етістігінің осы шақта басқа да болымсыз түрі. No және not any демеулігінен бөлек to have етістігі do not, does not арқылы жасалып to have формасы өзгертілмейді.
I don't have an idea what to do. He doesn't have a place to go. Көмекші етістіктер don't, doesn't қолданған жағдайда болымсыз түрде have етістігі have, has болып өзгермейді. Жалпы түрі have қалады. To have етістігінің сұраулы түрі. Have, has етістігі бастауыштың алдына шығуы арқылы жасалады. Have you a car? Has she a notebook? Have they any children? To have етістігінің do, does көмекші етістіктері арқылы сұраулы сөйлемдердің жасалуы. Do you have a car? Does she have a notebook? Do they have any children? Мына сұраулы сөйлем түрлерінде have етістігі сақталады, өзгермейді, өйткені сұраулы сөйлем көмекші етістік do және does арқылы жасалып тұр. Have to, has to, мәжбүр, амалсыздан, тиіс мағынасымен модальды етістік ретінде қолданылады. Have және has етістігінен кейін to демеулігі тұрған жағдайда, ол модальды етістікке айналып, бір іс әрекетті амалсыздан орындау дегенді білдіреді. Және маңызды етістік жалғаусыз қолданады. Мысалы, some students have to study English. Кейбір студенттер ағылшын тілін оқуға мәжбүр. She has to go by train. We have to get up early. He will have to come back. To have етістігімен қолданатын сөз тіркестер. Have a rest, демалу. Have a nice time, уақытты жақсы өткізу. Have a dream, қиялдау. Have tea, шай ішу. Have a drink, ішу. Have a smoke, темекі тарту. Have a chat, әңгімелесу. Have supper, кешкі ас ішу. Have dinner, түскі ас ішу. Have breakfast, таңғы ас ішу. Мысалы, I have breakfast at 8 o'clock. My mother has a rest between breaks. My friends have a nice time in the party. Miss Jane has tea break at 7:15. Let's have a smoke. To have етістігі өткен шақта, past simple. To have етістігі өткен шақта тек қана бір түрге өзгереді, had. Ол барлық жақтарға қолданады. I, you, we, they, she, he, it. Had деген етістіктің мағынасы болды, ие болдым, өткен шақта. To have етістігінің өткен шақтағы болымды түрі. My brother has a nice red car. Бұл сөйлем present simple осы шақта. Менің ағамның әдемі қызыл көлігі бар. He had a green car 2 years ago. Past simple. Мына сөйлем өткен шақта. 2 years ago, 2 жыл бұрын. Ода жасыл көлік болды. Өткен шақта had. Өткен шақта келесі мезгіл пысықтауыштары қолданылады. Yesterday, кеше, last year, өткен жылы, last week, өткен аптада, last month, өткен айда, 2 days ago, 2 күн бұрын, 3 weeks ago, 3 апта бұрын, және тағы да басқа. We had a lecture on history yesterday. Mrs. Smith had a nice weekend last week. This table had an oval shape. You had a chance. That house had good conditions. My father had a chat with his friend 2 hours ago. He had brown eyes. Had етістігінің болымсыз түрі no және not any арқылы жасалады. I had no ideas. I hadn't any ideas. Mary had no time. Mary hadn't any time. You had no pen. You hadn't any pen.
Егер no қолданса, not any қолданбайды, not any қолданған жағдайда no қолданбаймыз. Any белгісіз есімдігі тек қана not демеулігімен қолданады. Not any. Сөйлемнің мағынасы өзгермейді. To have етістігінің өткен шақта басқа да болымсыз түрі. No және not any демеуліктерінен бөлек to have етістігі didn't көмекші етістігі арқылы жасалады. To have бұл жолы өзгермейді. I didn't have an idea what to do. He didn't have a place to go. Мына сөйлемдерде біз had қолданбаймыз, have қолданамыз. Өйткені оның алдында көмекші етістік didn't қолданады. Didn't өткен шақты көрсететін көмекші етістік. Сондықтан have етістігі өзгермейді. Сұраулы сөйлемде had бастауыштың алдында тұрады. Had you a car? Had she a notebook? Had they any children? To have етістігінің did көмекші етістігі арқылы сұраулы сөйлемдердің жасалуы. Did you have a car? Көмекші етістік did қолданған жағдайда have етістігі өзгермейді. Өйткені did көмекші етістігі өткен шақтың көмекші етістігі. Did she have a notebook? Did they have any children? I had breakfast at 8 o'clock yesterday morning. My mother had a rest between breaks. My friends had a nice time in the party. Miss Jane had tea break at 7:15. To have етістігі келер шақта future simple. To have in future simple келер шақта to have екі түрге бөлінеді. Shall have және will have. Shall have қолданады I, we жақтарына, will have қолданады келесі жақтарға she, he, it, you, they. To have етістігінің келер шақтағы болымды түрі. Келер шақта келесі мезгіл пысықтауыштары қолданады. Tomorrow ертең, next year келесі жылы, next week келесі аптада, next month келесі айда, in 2 days 2 күннен соң, in 3 weeks 3 аптадан кейін, және тағы басқа. I shall have my diploma in 4 years. They will have an English lesson next week. 4 жылдан соң менің дипломым болады. Келесі аптада оларда ағылшын сабағы бар. We shall have a conference tomorrow. Mrs. Smith will have dinner at 12 o'clock tomorrow. This table will have an oval shape after repairs. The students will have some lectures on Monday. My father will have a car. I shall have a break between the lessons in 2 hours. To have келер шақта болымсыз түрі. No немесе not any арқылы жасалады. I shall have no ideas. I shall not қысқаша shan't have any ideas. Mary will have no time. Mary will not қысқаша won't have any time. You will have no pen. You will not have any pen. Will shall сұраулы сөйлемде бастауыштың алдында тұрады. Will you have a car next year? Will she have a notebook tomorrow? Shall we have an English lesson next week? Сұраулы сөйлемде көріп тұрғандай will shall басты орында тұрады. Арнайы сұрақ қойылған жағдайда арнайы сұрақ shall және will көмекші етістіктердің алдында тұрады, ал have бастауыштан соң. Will they have a nice garden? Жалпы сұрақ, өйткені көмекші етістік willден басталып тұр. When will they have a nice garden?
Бұл арнайы сұрақ, өйткені арнайы сөз when қолданылып тұр. Where shall I have my ticket? When will she have her dinner? I shall have breakfast at 8 o'clock. My mother will have a rest between breaks. My friends will have a nice time in the party. Miss Jane will have break at 7:15.